сейчас енді Құдай байлық берсе маған, Алланың жолында артығының бәрін дейді, Құранда жазған. Артығының бәрін кетсе, десе саған бәрін беріп тастап жатқан жоқ. Артық па сенен? Бер. Сонда жаңа қажылыққа барайын десең де қазір ақша керек. Иә. Ал сен кедей ақшаң жоқ болса қажылыққа қалай барасың дейсіз ғой. Енді сен мұсылман, мұмин. Мұсылман деген бәріміз мұсылманмыз. Мұмин деген Алланың 5 парызын толық орындаған адам. А сен толық орындайын деп ниет қойсаң, бәрін орындатады ғой Құдай. Иә. Сен жас болған, бай болу үшін не істеуің керек? Садақаны кімге беруің керек? Қалай беруің керек? Бәрін жас болған ғой Құранда. Енді Құдайдың 99 хақ есімінің бірі бай ғой, иә? Иә, бай ғой Алла. Сонда егер қаласақ, Құдай біздің жомарт. Сонда бізге қаласақ байлығымызды байлық береді ғой, иә? Енді әрине саған ақшаны бергенде, бірақ сен оны біліммен жұмсауың керек та? Біліммен жұмсау ол. Бәріне білім бірінші керек. Бай болу үшін де білім керек. Иә? Құдайды тану үшін де білу керек. Жаратылысын бәріне қарап, ой жіберту керек. Енді осы сіз, енді Роза Қожахметқызы, сіз қаншама адамды тәрбиелеп, руханida материя болуына себепкер болып, Алланың қалауымен. Сол енді өзіңіз осы ілімді түсінуіңізге былайша енді қанша жыл уақыт кетті былайша? Қанша жыл уақытта жеттіңіз сіз? Енді айтады ғой, ата-ана. Содан кейін енді ол әрине сіз өзіңіздің жеке тәжірибеңізбен жеттіңіз ғой. Енді жаңағыдай бар ғой, подводный каменьді білсеңіз, кейінгі адамдарға жеңіл болады деп. Қанша уақыт, қанша не керек оған, қандай мінез құлық керек? Бірінші ата-анасы ғой. Адамға ұстаз ата-анасы. Өмірде сол ата-анасының көрген бала негізі ол жақсы нәрсені көрсетсе, ата-анасы жақсылыққа қарай жүріп отырады. Екінші, ол сенің ортаң. Сен балабақшаң, мектеп, сондықтан мен айтамын ғой, балабақшаға берсеңіз де балаларды, мектепке берсеңіз де ортасына қарап беріңіздер. Үшінші, айналаң. Енді сен осы дүниеға келгеннен кейін, сен айналаң неме айналысып жатыр? Қалай айналысып жатыр? Қандай жақсылығын көріп жатсың? Қандай жақсылық саған ұнап жатыр? Қандай жақсылықты артық істегің келіп жатыр? Бірінші әрине өзіңе. Бірінші өзіме. Өзіме істей алмаймын, мен ешкімге істей алмаймын ғой. Өзіме істегеннен кейін өзің бала-шағаңа артылып жатса, көршілеріңе, туысқандарыңа, артылып жатса халқыңа көмектесем деген сайын сен өзіңнің жеткен жетістігімен ғана бөлісе аласың. Өзіңнің көрген нәрсеңді подводный жаңағы өмірде ұстаз керек. Ол ұстаз, ол содан өту керек. Нәтижеге жету керек. Нәтижеге жетпеген адам сізді қандай нәтижеге апарады? Апара алмайды ғой. Сондықтан өмірлік тәжірибе, сосын енді бірінші Алланың бірінші Құдай ғой. Құдайдың да дініміз ислам болғаннан кейін ол ілімді алу. Оны жақсы білу, игеру. Ол жолда да ұстаз керек. Яғни отан отбасынан басталады деген қағиданы ала келе. Ең бірінші өзіңді өзгерт, одан кейін отбасыңды. Егер нәтиже болып жатса, оны қалғандармен бөлісіп үйрету ғой. Үлгі болу, иә. Енді біздің Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның негізгі жолы үлгі болу ғой. Мен өзіме сол жолды ұстандым. Бірінші біреуге бір сөз айтпақ түгіл, бірінші өзім соны істеп жатырмын ба. Мен солай ойлайтын, мен егер істемеген нәрсемді біреуге айтпаймын. Бұл маған сондай өзіме берілген бір қасиетті. Ал егер мен істесем, оны адамдарға істете аламын, үлгі болу. Мен өзіме түсінік алдым да бірде ниет еттім. Егер біздің пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үлгі болу десе, біз соған лайықты қолымыздан келгенше ұқсап бақ дейді ғой, болмасаң да ұқсап бақ. Сол жолда жүргеннен кейін біз сол жолды ұстануымыз керек, үлгі болуымыз керек. Сөзің мен ісің бір болу керек. Бір жан басан. Бір сөзбен айтқанда. Сөзің бір жақтан, өзің бір жақта. Адам көріп тұр, Құдай көріп тұр ғой. Адамды алдай аласың да, Құдайды алдай алмайсың ғой. Енді сіздің жаңағы айтатын бір керемет сөзіңіз бар ғой сіздің. Бұла өмірде рахат, жақсы өмір сүруге адамдар өздеріне қиындатады дейсіз ғой. Енді сол жағынан бір-екі құпиясын айтсаңыз, қалай сонда ол еркін жақсы өмір сүру деген, қалай рахат өмір сүру деген қалай ол сонда? Енді бұған да бірден келе алмайсыз, өткенде адамда не бар? Нәпсі бар, бізде дене бар. Бізді жаңағыдай тартып тұратын, жаңағы жалқаулық, еріншектік бар, көремаушылық, қызғаныш бар. Осындай енді дерт қой, былай қарашы, адамның бойындағы бұл дертке жатады. Біз тісіміз ауырса білеміз, басымыз ауырса білеміз да. Бұл біздің денеміздің ауруын. Ал жанның ауруы бар. Ол ауру адамдарға осы нәрсемен
тазару арқылы ғана сенің жолың, болашағың, мақсатың жаңағыдай бай болуына үлкен бір осы ғана адамға көмектеседі деп ойлаймын мен. Әрине тағы да ұстаз керек. Бәрі ұстазсыз болмайды дейсіз Ұстазсыз болмайды. Қайтқан ол содан өткен адам көрсетеді жолын қалай өту керек. Қызғаныш деген неге, көремаушылық деген, оның зияны, пайдасы. Осы ұстаз туралы бір керемет ана есіме түсіп отыр да. Мысалға үлкен биік ғимараттар салады, мысалға. Әлемдегі ең биік Бурдж Халифа емес па, Дубайдағы. Оның мысалға 130 этаж дейік та, мысалға. 131 этаж салсын, оған биіктеу кран керек қой. Сонда бір пост салған болатын, бір жерден оқып. Сонда дейді, қанша жер шәкірт дейді, жаңағы ғимарат сияқты дейді. Ал ұстаз жаңағы кран сияқты дейді. Егер дейді шәкірті биік шыққысы келсе, бәрібір оған биіктеу кран керек дейді, көмектесетін. Сонда бұл жерде қанша жерде сонда миллиардерлерінде өздерінің ұстаздары бар ба? Әрине, ұстазсыз ыңғайлы ма түсуге? Ұстаз жетістікке жеткен адамнан сұрайсың ғой бар. Қалай жеттің дейсің ғой. Ал ол саған бірінші несін айтады? Қандай кедергілерден өткенін айтады. Біз адамдардың сыртына қараймыз, мен күшті бай болып кетті. Оны сыртын көресің. Бірден бай болып кеткен сияқты дейсің. Бірден бай болған жоқ. Соған оның жылдары кетті, күндері кетті. 20 жыл, 10 жыл. Едесінді білесің, лампочка шығаратын, например. Неше жасында, неше жылда мектептен шығарып, ол туғанда жаңағыдай өзі ауру болып туылған. Бірақ сол адам лампочка ойлап табады деп кім ойлады? Бірақ сол қанша уақытын, жылдарын жіберді. Бірақ соны жеткізіп қаншама адам пайдаланып жатыр ғой оның жақсылығын. Адамға пайда беретін іспен айналысу керек қой. Өз айтасыз. Сенен кейін де сенің жолыңмен адамдар жүру керек. Поддержка керек сияқты. Поддержка. Мамасы. Иә, бірінші ата-анасы тұр жоқ. Ата-анасы ортада сосын кездесіп, ұстаз айтып аламсың ғой. Ең ақша емес, бәрі ойлайды ақша дейді да? Ақшада емес мәселе. Сен де бір қазір білімін, жетістігін ақшаға сатып жатыр адамдар. А сен Алланың разылығы үшін беріп жатсың. Өте керемет, мұны таудан түскенімізді байқамай қалдық сізді. Өмірлік тәжірибеден сұхбат. Осы керек болған көрді, екеуі еті біздің қалымыз айданы. Ал керемет. Күнде алды, жақын жеру қарасаңыз, 1000-4000 километр өтудің қай жүруі қажет жоқ. Бір 400 километр. Соның өзі. Соның өзі қандай күшпен келіп отырмыз. Жол неге андай деп па? Жол неге андай. Өмірден әр нәрседен сабақ алуды үйрену керек па? Сабақ ал, ол нәрсені жақсылыққа айналу дейді. Позитив, эмоция, мотивация деп атады. Сен соның жақсысын көруді үйрену керек қой. Жақсылыққа айналдырып үйрену керек. Қарап тұрсақ, бәрі ұйықтап жатыр. Түнде шыққам, түнмен адамдар не болса соған жаңа билеп жатыр аяқта өлең қосып қойып. Түн бірде. Қарап тұрсақ, солардың бәрі ұйықтап жатыр ғой. Біз ерте жатып, ерте тұрып. Қазақта не айтқан? Ерте тұрған еркектің ырысы артық. Ерте тұрған әйелдің ірісі артық. Қазақ ата-бабамыз айтып кеткен ғой бәрі. Біз бүгін ерте тұрып неше істі артық істеп жадық. Алхамдулилля. Рахмет. Рахмет көп. Керемет болды. Дұрыс ойладыңыз.